Баланы қолға алып жүру туралы. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары ата-анасыз қалған балалар бір ауруханада жатады. Белгісіз бір себептермен балалар салмақ қоспайды, өлім көбейеді. Себебін таба алмайды. Тек арасындағы бір ғана нәрестенің салмақ қосуы, дамуы, өсуі басқаларға қарағанда жақсы болады. Кейін сол баланы бақылай келсе, мынандай жағдайға куә болады. Санитарка әйел сол бөлмені жинап болып, үнемі есік алдындағы орындықта дем алады екен. Ал есік алдына жаңағы бала жатады да, сол баланы көтеріп, сөйлесіп, құшақтап кетеді екен. Тағы бір оқиға. Рим императоры Фридрих II ешқандай сөйлеу естімеген бала қай тілде сөйлеп бастайтын білгісі келіп, эксперимент жасайды. Бірнеше нәрестені ата-аналарынан тартып алып, бала күтушілерге береді. Тамақтандырады, ұйықтатады, күтім жасайды. Бірақ сөйлеуге, құшақтауға, назар аударуға тыйым салады. Эксперимент соңына жетпеді. Барлық балалар қайтыс болған. Бала құшақтаусыз өсе алмайды. Бұл оқиғалар соның бір-екі дәлелі ғана. Балаға жылу, еркелету, қамқорлық ауадай қажет. Жылайма қолға алыңыз. Құшақ пен қамқорлық ешқашан артық болмайды. Қазақстанның болашағын гүлдендіретін перзенттеріміз көп болсын.